оларды зеңгір ғимараттарсыз көзге елестету қиын. Шыныдан және металдан тұрғызылған, төбесі көк тіреген аспанға бой созған ғимараттар. Зеңгір ғимараттар. Бір қызығы бұл сөз ағылшын тіліндегі skyscraper сөзінің тура аудармасы. Олар алғаш рет ақш-та пайда болды. Қазіргі зеңгір ғимараттарының прототипі 1885 жылы ең алғаш Чикагода бой көтерді. Әрине бүгінгімен салыстырғанда оның биіктігі бар болғаны 10 қабатта еді. Дегенмен бұл ғимарат ішіндегі негізгі тірек қаңқасы болаттан болған алғашқы құрылыс еді. Қазіргі заманауи зеңгір ғимараттарды салғанда әлі де осы технологияны қолданады. Себебі басқа ешқандай материал ондаған, тіптен 100 қабатты ұстап тұра алмайды. Ірі қалалардың жер аумағының шектеулі болуымен құрылыс саласында зеңгір ғимараттар тұрғызу кең етек алды. Сондықтан да әлемдегі халқы көп астаналарда негізінен биік үйлі құрылыстар салуға басымдық береді. Сонымен қатар, зеңгір ғимараттар өте ыңғайлы. Өйткені бір ғана ғимаратта пәтерлер, кеңселер мен дүкендер, тіпті көлік жайларда орналаса алады. Шынында бұл қала ішіндегі қала. Әлбетте зеңгір ғимараттар кез келген мегаполистің сәні. Қазір 20 қабатты ғимаратпен ешкімді таңғалдыра алмайтын кезде мынадай талас туады. Қандай ғимараттарды зеңгір деп санаймыз? Ең көп таралған пікір биіктігі 100 метрден кем емес ғимараттарды жатқызу. Шындығында мұндай көп қабатты үйлер қатты жерге төтеп беру үшін оңтайлы болуы тиіс. Зеңгір ғимараттың барлығы тербеледі. Мысалы, Чикагоның символы Sears Tower өз орталығынан салыстырмалы түрде 15 сантиметрде ауытқиды. Бұл мәселенің шешімін басқа зеңгір ғимарат Тайваньдағы Тайюэйдің жобалаушылары ойлап тапты. Ғимараттың іргетасына маятник қызметін атқаратын көлемі үлкен ауыр шар қойылады. Зеңгір ғимарат бір жаққа қарай ауытқыған кезде, ол соған кері жаққа қарай қозғалады. Осылайша ауытқу шамасы кемейді. Әлемдегі ең биік ғимараттарды білесіз бе? Ғаламшардағы ең биік құрылыс Біріккен Араб Әмірліктерінің туристік орталығы Дубайда орналасқан. Бұл Халифа мұнарасы. Оның биіктігі 828 метр, 163 қабат. Жел екпінімен аз тербелу үшін сәулетшілер оған асимметриялы пішін берген. Сонымен қатар, ғимаратта қызықты технология жұмыс істейді. Ыстық климат ғимараттың үздіксіз жұмыс істеп тұратын салқындатқышымен үйлесе отырып, оның жоғарғы жағына көп мөлшерде конденсат береді. Ал конденсаттың арнайы жүйесі су жинайды және кейін бұл су кешен территориясындағы жасыл көшеттерді суаруға жұмсалады. Айтпақшы, ол жылына 40 миллион тоннаға дейін су жинайды. Халифа мұнарасында адамдар тұрады, жұмыс істейді. Сондай-ақ онда қонақ үй де бар. Әлемде көлемі бойынша биік екінші ғимарат Қытайдағы Шанхай мұнарасы. Оның биіктігі 632 метр. Оның пішіні таңғаларлық. Мұнара шиыршық тәріздес. Оның ең төменгі қабаты Шанхай мұражайына берілген. Сауд Арабиясы Мекке қаласындағы үй мұнаралары көлемі бойынша үшінші. Биіктігі 601 метр. Бұл қонақ үй. Ғимараттың жоғарғы бөлігінде әлемдегі ең биік сағаттардың бірі саналатын 4 шақты сағат орналасқан. Ғимараттан 20 километр қашықта тұрып-ақ уақытты анықтауға болады. Зеңгір болмаса да, көңіл аударуға лайықты басқа да көз тартарлық ғимараттар бар. Мысалы, Панамада мынадай революция мұнарасы бар. Ал Пекиндегі мына зеңгір ғимаратты өзгеше пішіні үшін қытайлықтар шалбар деп атайды. Мұнда орталық телевизия кеңсесі орналасқан. Ал Испанияда мынадай Геркулес бағанасы бар. Маңдай шайшықтарына ерекше әдіспен испандықтарға жақсы таныс, одан әрі жол жоқ деген сөз шифрланып бедерленген. Әрине, әлемде ең көп суретке түсірілген зеңгір ғимарат Дубайдағы атақты желкен. Ол құрлықпен 300 метрлік бетонды жол арқылы жалғасқан жасанды аралда орналасқан. Желкен әйгілі қонақ үйлердің бірі. Айтып өткеніміздей, бүгінгі қалаларды зеңгір ғимараттарсыз елестету қиын. Біздің астанамызда да өзінің ерекше зәулім құрылымдарымен таңғалдыратын ғимараттар көп. Зүбәржат кварталы 3 биік ғимараттан тұратын кешен. Олардың ерекшелігі төменгі қабаттарына қарағанда жоғарғы қабаттары ауданының үлкен болуында.
Төменгі қабаттарының ауданы 15 метрге дейінгі шекте ауытқып отырады. Ең жоғарғы биіктігі 201 метр. Солтүстік шығыласы хай-тек стилінде салынған кешен. Оның биіктігі 180 метр. Кешқұрым оның жарығы расымен де солтүстік шығыласын еске түсіреді. Астанада сондай-ақ Абу-Даби Плаза ғимараты тұрғызылып жатыр. Келешек зеңгір ғимарат капсуласын іргетасына 2009 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қалаған болатын. Мұнараның биіктігі 380 метрден асады. Бұл орталық Азиядағы ең биік ғимарат болады.